академияны ашатшағының бәріне қайта мотивация береді да. 58-60 жылдары Қазақстанда Қаныш Сәтпаев сияқты ғалым боламын деп ғылыммен айналысып, мектепті алтын медальға бітіріп, Москваға оқитын қазақ студенттері саны өте көбейіп кеткен. Сосын Сәтпаев бір жылдың ішінде 100-200 аспирантты тек қана қазақтарды бір орыс өзінің қалтасындағы ақша қойып. Себебі Сәтпаев ақшаны тартып ол көп табатын болған ол кезде. Тыңдаңдар, ақшаға қалай көп. СССР-дің кезінде өмір сүрген адамдарына жақсы біледі. Совхоз директорлардың айлықтары, парторгтардың айлықтары 200 сом сондай болмайды. Мектептегі школ директорының айлығы 95 рубль ма сондай болады. Осыны сіздер сияқты. Мен мысалы сол кездегі врач, медицин қызыл дипломға бітірген районный врач, ағам лор врач 85 рубль алатын болған. Ал тура сондай айлық алып отырған кезінде академиктер 1200 рубль алатын болған. Қаныш Сәтпаев геология институтының директор ретінде 1200 рубль алды. Қазақ ғылым академиясының президенті ретінде 2001 рубль алды. Ана минералогия институтының директор ретінде әйелі Таисия 1000 рубль алды. Одан бөлек СССР ғылым академиясының президиум мүшесі ретінде 2000-3000 рубль тағы да алады. Одан бөлек Қарағандыда сайланған Верховный Советтің депутаты ретінде 1000 рубль тағы алады. Одан бөлек жасаған карталарынан тағы да 200 рубль алады. Біздің қазіргі ақша есептеген кезде Сәтпаев 50-ші жылдары. Сенесіңдер ме? 25-27 доллар айланатын болған ай сайын. Ал енді ол ақшаны ойбай, ол маған берсе жаратамын деп тұрсың ғой мәзір. Жоқ, сен жарата алмайсың СССР-дің кезінде. Сенің қолыңда бәленбай миллион теңге болса да қараңдар, СССР-дің кезінде жекеменшік квартира сатып ала алмайсың. Жекеменшік жер алып үй сала алмайсың. Малдың бәрі шектеулі. Бір жылқы екі сиырдың артын асырауға болмайды. Сондай Москвич әлі шықпаған, Жигули 72 жылы шыққан, дача сатып алуға рұқсат етеді. Кішкентай қуықтай ол. Сен ана келіп жатқан ақшаны Қаныш Сәтпаев тарататын жер жоқ. Сөйтіп не істейді? Мынанда цех алады да, ішінің бәрі ақша толып түседі. Содан кейін ақша толып ғой. 2-3 айдан кейін қасындағы Бөбежан айтып берген айтады. Бөбежан ақшаны жинап қалып, қалай тарату керек. Дәу чемодан алып келеді да, ана ақшаның бәрі толтырады ана 50 мың 60 мың доллар рубльні ғой өзі. Сөйтіп та кеттік та пойызға мініп алады да, пойызға шыққаннан кейін әр перроннан түседі дағыны ана істесап құртатып жүр ғой, станцияда қазақ балда қолын қалтасына салаттарды белгілі сен болашақ ғалым емессің ба, мә дәптер сатып алып, ручка сатып алып, 300 сомнан 500 сомнан қарата береді. Москваға барғаннан кейін сол жақта оқып аспиранттар бұның есігіне люксқа келеді, 10-ші этажға кезекке тұрады. И бәрін кіргізеді дағыны, Қаныш Сәтпаев бүйтіп отырады деп Бөбежан айтады. Аспиранттар отырғызып қояды, сен қашан келдің пәлен, қашан қорғайсың? Пәлен темамен деген бай, кім руководитель пәленше? Ақшадан қиналып жатсың ғой, иә, 6 ай жүру керек Москвада, туысқан жоқ, ет жоқ. Бөбежан, мынаған 200 мың рубль ат дейді. Анау тарс ақшаны алып лақтырады анаған. Так, сен қашан биологияны қашан қорғай деп жатсың? Пәлен пәлен. Әлі қанша бір жылда жүресің бе? Пәленше. Бөбежан, мынаған 5000 рубль анау алып лақтырады. Ақшаны қашқып алып, чемодан басында отырады болған, қап. Алады да Бөбежан. Ол Қаныштың өзінің зарплатасы, мемлекеттің ақшасы. Алады да ана ақшаны қашқын лақтырып, ең соны олардан артылып қалған ана астындағы таксистерге беріп, Қаныш Сәтпаев келген кезінде Қаныш Сәтпаев мен алып жүрем деп академияның таксистері орыстар таласатын болған ақша алып жүрген. Кейіннен 64 жылы 1 февраль күні Қаныш Сәтпаев қайтыс болды деген хабар шыққан кезінде ғылым академиясындағы таксистер шақырып жылаған, мен бізге кім ақша береді? Өйткені Қаныш келген кезінде қашып ақша лақтырып жүрген, давай, мен апарат жаңа. Сондықтан да Қазақстандағы жаңа көрінген затқа сеніп, көрінген семинарға қатысып, миының бәрін ағызып, үйінде бюджеттің бәрін жіберіп, күйеуінің тапқан ақшасын бәрін қарызға кіргізіп жіберетін ақымақ адамдардың бәрін тоқтату үшін Қаныш Сәтпаевтың ерлігін кітап жазасыз. Түсінгенсіз бе? Келесі